Өзге ұлтқа тұрмысқа шыққан қазақ қызының тағдыры не болар екен? Әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Қаладағы жаңа базарға жақын Баймағамбетов көшесінде жер үйде тұрамыз. Шағын ғана тұйық көше. Жұмыстан ертерек үйге келсем, апам, анамыз Төлеу Төремұратқызы 1925 пен 2014 жылдары өмір сүрген, өзінің шағын бөлмесінде дастархан жасап күтіп отыр екен. Айналайын келе ғой, шәй ішіп ал деп жатыр. Жуынып шәйініп, дастархан басына жайғастым. Дастарханда күнделікті ас ауқатымыздан бөлек жұдырық басына жақын 4 шабдалы тұр. Өте әдемі, көздің жауын алады. Алыстан келген дәм болса керек, қалай ғана соғылмай, бұзылмай жеткенін. Бақтан жаңа үзгендей қызыл сары реңі еріксіз көзді арбайды. Апам да ақ шәйнегін әкеліп дастархан басына жайғасты. Бұл кісінің пенсиясы келсе, базарды бір айналып, немерелеріне дейін керек жарағын алып шығатынын білем. Оның жартысын тиын күйінде майдалап, мәсісінің қонышында бұлғардан тіккен қара әмиянына сақтап, Алланың берген 10 шақты немересіне соны айдың аяғына дейін жеткізеді. Тұрақты алымшылары Қазбек, жиені Зинолла, тағы басқалары. Бастауыш сыныптағы Ғайнолла деген баламыз біздің әжемнің ақшасы өмірі таусылмайды деп тамсанып қояды. Апам қаймақтап шәй құя бастады. Әңгімені өзім бастадым. Апа, дастарханыңыз түрленіп кетіпті. Мына жемісіңіздің аты не? Деп жатырмын. Апам өзіне тән әдемі күлкісімен, ал енді бала, осы шабдалының әңгімесін айтайын деп өзіңді күтіп отырмын. Бұл бір жатқан хикая деп апам көңілденіп, әңгімесін бастап кетті. Базарды аралап, жеміс-жидек сататын жағын жағалап келе жатсам, біздің ізімізді қуып жүрген бір келісті әйел үнемі осы шабдалыны сатып тұратынын көруші едім. Бүгін де орнында екен. Алмасжан аузының дәмін алсын деген оймен әлгі әйелге сөз басы болсын деп, «Ау, замандас, өзбекке тиіп алғаннан саумысың? Шабдалы қаншадан демеймін бе?» Оның жайын білмек болсаңыз, бері келіп шәй ішіңіз, айтып берейін деді. Екеуміздің сәлем саулығымыз екі ауыз сөз болды. Хан базардың ортасы. Менің де асығыс жұмысым шамалы. Айтқанына көніп ықыласын қайтармадым. Орнына қасындағы қызды қойды да, барын алдыма жайып шәйді қоюлап қойып, ал енді тыңдай беріңіз деп әңгімесін бастады. Құдай басыма бір қыз беріп, соны оқытам деп Алматыға тасынбаймын ба? Ол Казгудың юрфагіне түсті. Әкесі заңгер еді, қайтыс болып кеткен. Әкемнің жолын жалғаймын деп жүргені. Ал болсын деп қатарынан қалдырмай, кешегі 90-шы жылдың қиын қыстауында жинаған бар қорымды сол қыздың оқуына, жүруіне, тұруына жұмсап болдым. Өзі де ерге шолжаңдау, не кием, не ішем демей өскен қыз. Мен аяған жоқ. Мен де тартынбадым. Әкесі болса өлді, осы қыздан басқа кімім бар? Тәуекел, қатарынан қалмасын, әкем болғанда ғой деп көңіліне алмасын. Қолына дипломын алып қызметіне тұрып теңін тауып, ел болып кетсе болар деп жүрмін. Облыстағы әкесінің заң орнындағы достары да қуанып, практикасын өздерінде өткеріп, болашақ орнын да дайындап көмектесіп жатыр. Көз көрген жандар. Әйелдер жағы Динара сұлу болып бой жетті. Өзі ақылды, оқыды, тоқыды. Бізде де ұл бар, құда түсеміз деп жатыр. Оларға тапқаным жалғыз қыз, қай бұйырғаның алыңдар деп күліп қоямын. Айтып жүрген балаларды алтын асықтай. Оқыған, қызметтері бар, өзіміздің қолымызда өскен жастар. Келген сайын ол жаңалықты да айтып, құлағына салып отырамын. Сонымен қыз оқуын бітіріп, иығымнан ауыр жүк түскендей күй кештім. Оқуды қызыл дипломмен бітірді. Алматыдан келетін мезгілі жақындаған сайын, бұрынғы шаршағандарым бір күнгідей болмай, қуанғанымнан келгесін ағайының басын қосып әкесіне Құран оқытып, үлкендердің батасын алып берейін деп, сойыс малыма дейін дайындап күтіп отырмын. Қыздың келетін уақыты өтті. Хат жоқ, хабар жоқ. Бұл қызға не болды? Өліме, тіріме деп отырғанда поштамен хат келді. Бір сұмдықты сезіп хатты жалма-жан ашып оқысам болды. Қыз байға тиіп кетіпті. Біз, Сайт екеуміз, Тәшкен, сонақ оқыдым. Құлағым күңгірлеп басым айналды. Есімді жисам, қасымда ақ халатты жедел жәрдемнің қыздары отыр. Үйде оқып жатқан ағайының 2 қызы бар еді. Солар шақырып жаным қалған екен. Олар, апа, қатты уайымнан болған, тынығыңыз, укол салдық, қан қысымыңыз көтерілген деп жатыр. Оларға рахмет айналайындар. Мен де бір қыздың күйігінен өртеніп жатырмын.
Ол бетбақты ма? Осыдан тұрайын, сосын сенімен болсын жұмысым. Есімді жиып тұрып әлгі хатты қайта оқыдым. Мама, сіздің келісім бермейтініңізді білдім. Ол өзбек жігіті. Осыдан әрі тағы да оқи алмай көзімнен жас кете берді. Алда ғана бетпақ-ай, айдалада өзбекке тигені несі? Ағайын тумаға не бетімді айтамын? Қызымның шынымен басында торғайдың миындай ақыл жоқ, сорлы қыз екенін енді түсіндім. Екі көзім төрт болып, жолына қарап отырғандағы сыйы осы ма? Ашуым келгеннен үйдегі қыздың біреуін қасыма ертіп, сол күні пойызға мініп ертеңіне таңертең Ташкеннен бір-ақ шықтым. Шашынан сүйреп алып келейін, байсыз кетсе де деп белді будым. Қолымда әдірісі бар, қоямын ба? Бостандық ауданының колхозының бір бөлімшесі екен. Күйікпен ашудан көзіме ештеңе көріп келе жатқан жоқ. Ол қызды дуалаған, болмаса қорқытып алып кеткен. Таксимен бөлімшеге келдім. Бөлімшенің басшысы отыратын жерді тауып ішіне кірсем, жас жігіт отыр екен. Ұшып тұрып сәлем беріп жатыр. Сәлемін не қылайын? Қолымда хаттың ішіндегі Сайт деген өзбек осы бөлімшеде жұмыс жасай ма? Тұрса, үйі қайда? Көрсет дедім. Ол бала дереу телефонға жармасып, мехмандар келді деп біреуді шақырды. Кешікпей машинемен жігіт ағасы болған өзбек келіп сәлемдесіп столға жайғасты. Сол бөлімшенің бастығы екен. Оған да келген шаруамды айттым. Ол жігіт өзбекшелеп әңгімеге тартты. Сіз Қазақстаннан келдіңіз бе? Сіз Ишон бобоның құдағайы боларсыз деп келе жатыр еді. Ей, Ишан шиқаныңда шаруам жоқ. Мен қызымды іздеп келе жатырмын. Қызымды дуалап алып кеткен. Мен де прокурордың қатынымын. Ертең бәрің де заң алдында жауап бересіңдер деп тепсініп тұрмын. Одан әрі әңгімеден ештеңе шықпайтын білген соң, далаға шығып мініп келген көне мәшинесінің шопырына тапсырма беріп бізді мінгізіп жіберді. Ол шопыр бізді мінгізіп жолды жолсызбен ауыл аралатып елдің шетіне шыға келді. Одан, әй, баратын үй қайда десем, болат деп ауылдан шығып, қара жолмен біраз жүріп бір жарманың басына келіп тоқтады. Айнала мақта егіп тастаған. Шопыр түсіп қолмен сілтеп, анау бір шақырым жердегі бауды көрдіңіз бе? Сіз іздеп келе жатқан Ишон бабаның үйі осы. Сайт сол атаның баласы. Ол жерге машина бармайды. Мына жарманың басымен жаяу барасыздар деп түсіндіріп, машинасына мінгізіп кетіп қалды. Аспан қайнап жерге түскендей, күннің аптап ыстығы болса мынау. Алда ғана қатынай, мына қыздың берген азабынай, осыдан тірі болсаң көрермін. Каналды жағалап келе жатсақ алдымыздан 10-11 жасар бала қарсы жүгіріп келе жатыр. Ол бала бізге бақтаға су кетіп жатыр. Бұл жолмен өте алмайсыздар деп орта жолдан кері қайырып, бағанағы жерімізден каналдың екінші бетіне шығарды. Бір қатынның қырсығы 40 қашырға жүк болды деген. Қырсыққан қыздың жолы қайдан болсын? Бала алдымызға түсіп алып жүгіре басып келеді. Үйінің тұсына жеткенімізде каналға екі бөреннен көпір салып қойыпты. Өлетін жерге енді келдік. Мына қыз бізді каналдың суына ағызып құртайын деген екен. Қасымдағы қызға өт десем, зар илеп ол өтпейді. Бала әрі-бері өтіп, өтің деп жүр. Зорға өтіп үйге қарай бұрылдық. Теректің ортасында жалғыз үй, үйдің үсті шипырланбаған, тамды соқтан құйған қорасы бар. Оның ішінде 3 баспақ тұр. Үйдің айналасы көлкіген арық, атыз, су. Есікке жақындағанда іштен қызым шықты. Үстінде өзбек көйлек, басында маңдайынан тартып желкесінен түйіп байлаған орамал, бұтында дамбалы. Ой, сорлай, таза сорлаған екенсің. Мына қызды таза дуалаған. Қызым мені көріп жақын келіп, мама дегені сол, көктікті қойсайсың. Басындағы орамалын жұлып алып, жағынан салып жібердім. Қызым кейін шегініп тұрып қалды. Одан әрі бар ашу мақтарылып айтпаған сөзім қалмады. Неден кемдік көрдің? 6 жыл Алматыға арқалатып оқытқандағы сыйың осы ма? Қазақтан бай табылмады ма? Жинал, менімен кетесің дегенде. Қызым, мені алып кетемін деп әуре болмаңыз. Біз Сайт екеуміз осылай шештік. Сайт осы үйдің үлкені, ол осы колхоздың жолдамасымен Схидың агрофагын бітірді. Қазір бұл үйдің барлық адамы мақтада, жұмыста кешке келеді. Енді ашуыңызды басып, жолдан келдіңіз. Жуынып, шайынып, үйге кіріп демалыңыз демесі бар ма? Белге соққан жыландай дәрменім кетіп, көлденең жатқан ағаштың кеспегіне отыра кеттім. Ой, қатынай, барлығын өзі шешіп, өлшеп, пісіп қойған екен ғой. Қап, бұныңды білгенде, Қызылордаға ғана оқытып сол жерге байға беретін едім ғой. Сенен прокурор, сот шығады деп жүрген мен ақымақ. Мақтаның ортасындағы жалғыз үйде жалғыз өзім бүлініп жатырмын.
Қой дейтін, қызымнан басқа пенде болсай, бағанағы бізді әкелген 10 жасар бала есіктен ауық-ауық сығалап қарап қояды. Топыраққа от қояйын ба? Орнымнан тұрып қыздың ізіне еріп үйге кірдім. 4 бөлмелі үйдің кіреберіс оң жақ бөлмесінде тапшанға ойылған ас ішетін жайына орналастық. Қыз сол үймен біте қайнасқандай, қарама-қарсы ас бөлмесінде қолы-қолына жұқпай өз жұмысына кірісті. Ой Аллай, үйде еңкейіп жұмыс істемеген мына қыздың тірлігінің түрін қара. Оған да қарап отыруға шыдамай, «Ей қыз, бұл үйде сенен басқа тірі жан бар ма?» деп ем. Ол, «Бар, атам мен 6 қайным бар» демесі бар ма? О, қасқа маңдай, не дейді? Я солай, атам сыртта баудың ішінде жүр. Ол атаң саңырау ма? Осыншама айқай-шуды естімейтін? Жоқ, ешегі судан өткесін не қылсаң, ол қыл деп жүре ме? Қызым, оны барып сөйлесіңіз деп өзім зорға отырғанда отқа май құйып жіберді. Барсам барамын деп қайта тұрдым. Қызым маған бұрылып, ол кісі сыйлы адам, сәл екпініңізді бас сөйлесіңіз демесі бар ма? Әй, мен сүйен құсап сол өзбекке тейін деп келді дейсің бе? Кәні көрейін, қызымды алып қашып, 15 күн үнсіз жатқан өзбекті деп далаға шықтым. Қораның сыртында әу дейтін жерде дарақ ағаштың түбінде бір кісі отыр. Солай жүрдім. Ол кісі қырынан қарап отыр. Жақындағанда көрдім. Басында өзбек тақиясы бар, сыртынан ақ орамал ораған ақ сақалды кісі екен. Үстінде ақ көйлегі, ескі көк шапаны бар. Таспиқ тартып отырғанын байқадым. Ол кісі мені көріп орнынан тұрып, екі қолын көкірегіне қойып, «Ассалаумағалейкум» деп сәлем берді. «Сәләмәтсіз» деп сүйге салдым. Өзінің астындағы тозығы жеткен төсенішті қағып сілкіп менің астыма төсеп отыруымды өтінді. Басқа отыратын жер жоқ, аяғымды созып жіберіп отырдым. Өзі жерге отырды. Таза өзбек. Отырған бойда әңгімені қоя бердім. Ал кәні, кешірімге неге адам жібермедің, сұрауы жоқ дедің бе? Пәленбай жыл оқыттым, жағдайыңа қарамайсың ба? Біздің елде кешірімге, құдалыққа ананың сүт ақысы тағы басқа қаншама ақша кететінін білесің бе? Онда былай деп түгел тізіп бердім. Ал, ала қой қызды. Әр айтып, бер айтып басылды бау әйтеуір. Қорасында 3 баспағы бар, сорлы не істер екен деп тоқтады. Ол кісі екі қолын қусырып, жүресінен үнсіз тыңдап отыр. Сәлден соң, «Құдағай, адам мен адамды әуелден Алла осады. Сіз бен біздің еркімізден тыс. Атана махнатын шегіп, ұл мен қызды өсіреміз. Ырзық несібесін, бақ дәрежесін Алла пешенесіне жазады. Қай жерден рызық несібе бұйырса, пенде соны теріп жейді. Сіздің айтқан сөзіңіздің бәрі мақұл. Келіннің анасысыз, ананың орны екі дүнияда ұлық. Бұл балалардың анасы. Алдыңыздан шыққан 10 жасар баланың үстінде қайтыс болды. 10 жылдан бері жесір шалмын. Жасым 76-да, баламның үлкені Сайтқа. Балам, сен оқы. Соңында 6 інің бар. Оларды жеткізу екеумізге оңай болмайды. Біз пақташылық қылайық деп күні-түні мехнатшылық жасап жүріп, бір баланы оқыттық. Алланың жазуы, балам қол ұстасып келінді ерте келді. Сіз айтқан пұл бізден қазір табылмайды. Иншалла, қарызда болмаспыз. Біз диханшылықпен айналысамыз. Пақтаның айлығын соңғыра қысқа жақын береді. Одан қолыңызға не тиеді, оны тағы Алла біледі. Қорадағы 3 тананың екеуін балаларының айлығының есебінен, біреуін Сайтқа үй болғанына көмекке колхоз беріп отыр. Күзге дейін осыны пақтаның паясына семіртіп пұл қылсақ дейміз. Той беру Алла қаласа, пақтаны жинап алғаннан соң болады деп тоқтады. Ой-бой, Құдай-ай, жесір қатын жетім шал, құда болсақ жетіскен екенбіз. Қоралы жетімге келген, мына қыздың маңдайының соры бесел екен. Енді ашудың орнына бойымды дәрменсіздік билеп көзімнен жас кете берді. Ақылыма сыймайды. Бір кездері ол кісі, «Құдағай, көп қапа болмаңыз. Біздің де Алладан үмітіміз бар. Жастар бақытты болсын деп тілейік. Сіздің аналық ақыңызға мына дарақты сыйлап отырмын» деп түбінде отырған талды көрсетпей ме? Шошып кеттім. Сөзінің аяғын күтпей. Не дейді? Оны не істеймін? Отын қыламын ба? Орнынан атып тұра келдім. Елде адам естімеген пәлені мен естідім-ау. Үйге қарай тұра жөнелдім. Ағашың өзіңе табыт болсын. Ағаш сыйладым несі-ай? Ата-бабам талдың басынан тамақ жеп көрген жоқ. Қызынан ағаш мініп келіпті дейме жұрт. Ағаш атқа мінгізді деген осы шығар. Ашуым қайда қаптады. Келе қызды қайтадан түтіп жедім, оңбаған. Ертең-ақ өзің қайтып келерсің. Бұл жерде не ішіп, не киемін деп жүрсің, не мақсатың бар деп бар ашуымды алып жатырмын. Қызым, мама не болды? Сонша даурығып. Жалғыз қызы күйеуге тиген тексіз бе? Ят емес пе? Болды, енді үйге кіріп шай ішіп демалыңыз деп жатыр.
Амалым жоқ, беті қолымды жуып үйге қайта кірдім. Дастархан басына отырып бір-екі кесе шай іштім. Шөлдегенімді сонда білдім. Маңдайым жіпсіп, дедім-ау. Содан соң айналама қайта қарадым. Ақыл келгендей болды. Қой, қыз тиетін байына тиді, аман екенін көзім көрді, қалғанын бақталайынан көріп алсын деп есімді жинай бастадым. Қызым да қабағымды аңдып отыр екен. Мама, мені кешіріңіз. Сіздің қиналатыныңызды білдім. Саид екеуміз бірінші курстан бастап танысып достастық. Отбасының жағдайымен де бұрыннан хабардармын. Бізді бұл жерде жас мамандар деп жақсы қабылдап жатыр. Мен де ауылдық кеңестің маманы болып орталыққа жұмысқа орналастым. Сіздің келе жатқаныңызды үйге телефон шалып білдім. Бәрі жақсы болады деп жұбатып қояды. Сонымен кешке қараңғы түскенде күйеу бала Саидта келді. Сырттан жуынып шайынып, ассалаумағалейкум деп екі қолын кеудесіне қойып ішке кірді. Үстінде жаңа тігілген ала шапан, басында ала тақиясы, белін орамалмен байлаған, ұзын бойлы шыпта кірпік қара торы жігіт алдыма келіп жүресінен отырып таза қазақша сөйледі. Құрметті Бибінұр апа, біздің қателігімізді кешіріңіз. Я десеңіз анамыздың орнына бізге ана болыңыз деп еңсесін көтеріп көзіме тіке қарағанда жанарындағы көлкіген жасты көріп өксіктен жүрегім аузыма тығылды. Сонау заманда ауылдағы әке-шешеден қыстауда отырған иіс тиіп бірдей айырылып, ауданда мектеп-интернатта жатқан ініміз бен екеуміздің қол ұстасып, жылап жүріп жетілген күндерім есіме түсіп, көзімнен жас саулай берді. Өзім 12-де, інім 10-да. Әркімнің қабағынан ата-анаңның жылуын іздеп жалтақтап, сағыныштан айналайын деген дыбысын жүрегіме тұмар қылып, талмаусыратып жүріп, Құдай бізді де жеткерді-ау. Жетімдік пен жесірлік, жоқшылықтан баршылыққа жеткізген Құдайға шүкірлік қылып тәубама түстім. Саидтың жанарындағы жас жүрегімнің түкпірінде жатқан шерімді қозғап, санамның саңлауын ашып жіберді. Саидты құшағыма алып маңдайынан сүйдім. Қас-қағым сәтте өткен өмір көз алдымнан көлбеп өтті. Баланың анаға деген сарқылмайтын сағынышы, өзімен кететін өкініш екенін Саид екеумізден артық кім біледі. Ананың мейіріміне қанбай өскен перзенттің өксігі өмір бойы тарқамай өтеді. Одан артық қасірет бар ма? Аңсайсың, іздейсің, көнесің. Жетім қозы тасбауыр маңырарда отығар деп өлмесең жетілесің. Бұл екеуі білімді азаматтар емес пе? Бірін-бірі ұнатып ел болуға бекінсе шүкірлік етейін деп сабама түсіп, Алланың бұйыртқаны болар деген ой түйдім. Қызымды да маңдайынан сүйіп бауырыма басып, көкірек сарайым кеңейіп жеңілдеп қалдым. Байқағаным, қызым тез жетіліп азамат болуға бой ұрғандай көрінді. Әкесінің салмақты тәуекелшіл мінезі болатын еді. Табиғатынан соны байқадым. Қызым су әкеліп, беті қолымды жуып, құдағайлы қалпыма түстім. Онымен қоймай қызым, енді құда балдарыңызбен танысыңыз демесі бар ма? Ассалаумағалейкум деп бірінен соң бірі 6 бала кіріп, қол алысып амандасып, қарама-қарсы жүрелеп отырды. Барлығы да жібек шапан, ала тақиясын киіп белін буып алған, алды жігіт болған. Тойда жүргендей салтанатты Саид таныстыра бастады. Сізге әулетімізді таныстырайын. Сіздің құдаңыз, әкеміздің аты жөні Саид Ахмат, халық Ишан баба деп атап кеткен. Сіздердегі Саид қожалар әулетіміз. Менің өзімнің толық аты жөнім Саид Камал, әнелерім Саид Калам, Саид Баттал, Саид Акбар, Саид Ғафур, Саид Жүсіп, Саид Иса, кіші ініміз деп таныстырып жатыр. Аты аталғанда әрқайсысы кеудесіне қолын қойып алдыға еңкейіп ізет жасап отыр. Мектептің шәкірттері секілді. Бір Саидты іздеп келіп, 8 машайықтың үстінен түскенде күй кешіп отырмын. Олардың үстіне тура солай киінген құда кіріп төрге шықты. Балалары түгел орындарынан тұрып, ол кісі отырғаннан кейін қайта отырды. Саид пен Динара бәрінен төмен жайғасты. Динараның көйлегі мен орамалының өзіне соншалықты жарасымды екенін сонда байқадым. Барлығының басы қосылғанда үйдің төріне нұр құйылғандай жайнап кетті. Құдағи, біз 10 жыл көлемінде салтанатты киім киген жоқпыз. Мына шапандарды Динара Ташкеннен ала келіп кигізіп отыр. Ертең тойға киесіздер дегені сол, көзімнен тағы да жас кете берді. Қызыма қарап жүрегім уылжып кетті. Қызым да әкесін қатты сағынған екен-ау деп өзімді өзім зорға тежедім.
Құда одан әрі, бұл перзенттерімде менің аталық ақым болса, әуелі сізді қапа қылмауын сұраймын. Сіздің Динараға берген аналық ақ сүтіңіздің өтеуіне өзімен бірге Алланың берген бұл 7 перзентім де қарыздар. Себебі анасының ошағына 10 жылдан соң жылулық әкеліп отырған Динара келінге Алланың нұры жаусын деп қолын көтеріп дұға оқып бата берді. Елден бұрын атып тұрып қолымды жайдым. Жүрегімді толғаныс пен қуаныш бірдей билеп, әумин деп бетімді сипадым. Ойпырмай, Алланың тағдырлас жандарға жолықтырып, тәубама түсіруін-ай деп басымды шайқадым. Қой, басыңды ауыртып қайтейін. Ертеңіне Саид пен Динара Ташкеннен пойызға мінгізіп салды. Сонымен қызды өзбекке беріп өте шықтым. Құдағай да, құда да өзім. Кешірімді де өзім беріп ауылға келдім. Сұрағандарға қыз Ташкенге, өзбекке тиіп кетті дедім де қойдым. Ағайын аң-таң. Жаз ортасына таман қызым телефон шалып, амандық саулықтан соң, мама, сіздің үйдің алдына Ташкеннің автобусы барып тұр. Құдаңыздың сізге салып жіберген сәлемдемесі бар, соны қабылдап алыңыз демесі бар ба? Жалма-жан, әй қыз, ол не деп терезеге қарасам, әйді қызыл автобус қақпаның алдында көлденең кеп тұр екен. Телефон ажырап кетті. Далаға шықсам, жүргізуші дарбазаның алдына 20 шақты қорапты түсіріп қойыпты. Қазақ екен, мені көріп, сәлем бердік апа, сіз Ишан бабаның құдағайысыз ба деп жатыр. Иә, сол кісімін. Онда сарайыңызды ашыңыз, мына заттарды кіргізіп берейін. Маған құдаңыздың тапсырмасы солай деп іске кірісті. Сарайды ашып бердім. Сөзшең жігіт екен. Құдаңыз мықты адам екен апа. 1 сағаттай әңгімелестім. Сіздің сүт ақыңызға арнап тағы 5 тал жеміс ағашын белгілепті. Мына жемістер сізге атаған ағашының өнімі. Енді 10 күннен кейін басқа жемістер піседі екен. Бұл шабдалы деген жеміс. Ол кісі ата-бабасынан бері қарай осы жеміс ағашын өсіремін деді. Бұл тұқым сол аймақта тек осы кісіде ғана бар екен. Айтқанына қызығып кетіп құдаңызға біреуінің дәмін татып көрейін деп едім. Балам, аманатқа қиянат жүрмейді. Келесі жолы өзіңе бір қорабын дайындап қоямын деді. Апа, ол кісінің жемістерін өзім тасып тұрамын деп ағынан жарылып әңгімесін айтып жүр. Өзі жаңа қорғанның жігіт екен. Үйге кіріп нанауыз тиіп кете барды. Өң мен түстей, қызым кеткелі келген бірінші сәлемдеме. Шапан емес, шыт емес, ақша емес, осыншама нәрсені не істеймін? Ағайынға таратса қызын өрікке сатқан ба деп тағы күлкі боламыз-ау. Қой, неде болса көрейін деп қағаз қораптың біреуін ашсам, шабдалы, қызыл сары түсі алаулап тұр. Әрбір түйірін жұмсақ ақ қағазға орап, ұядағы балапандай бөлеп қойыпты. Не деген ұғынымдылық деп көргенде таң қалдым. 4-5-еуін алып үйге кіргенім сол телефон қайта шырылдады. Алсам қызым, мама, заттарыңызды қабылдап алдыңыз ба? Я, алдым, оның бәрін не істеймін? Қазір сізге базардан менің құрбым барады. Соған 3 қорабын ақшасына беріңіз. Бірге барып қаншаға сатқанын көріңіз. Сонда сізге түсінікті болады. Әй қыз, сен мені саудагер қылайын дедің бе? Әкең өмір бойы саудагермен алысып өтті емес пе? Елдің бетіне қалай қараймын? Әлде сен өзбек кетейді деп мен өзбек болайын ба? Деп бұрқытып жатырмын. Телефон тағы үнсіз. Ой Аллай, тура әкесінің кәсібі. Ол да артық кетіп бара жатсам телефонды қоя салатын. Ойым оны сақта. Қоймаған бұйырғаны осы шығар деп. Жуып шайып әкеліп біреуінен ауыз тидім. Тойып жейтін ас емес, тастап кетер тас емес деп отырғанымда үйге сәлем беріп бір келіншек келді. Қыздың айтқан құрбысы екен. Күйеуім жол апатынан қайтыс болып, жылын берген соң бала қамына шықтым. Базарға шыққаныма 1 ай болды. 3 балам бар дейді. Апа, мына 3 қораптың ақшасы деп қолыма көлемді ақша ұстатты. Базардан не түсет, онда тең бөлемін, менімен бірге жүріңіз деп машинасымен алды да кетті. Әні, сол отырғаннан осы жерде 15 жыл болды отырғаныма. Мына қыз сол қыздың үлкені деп орнына қойған қыз баланы көрсетті. Қазір 14-те. Қыз алып қашқан қалай болады екен деп өзімнің атыма 1 қыз 1 ұлын аудартып алдым. Екеуі де осында қазақ мектебінде оқиды. Күйеу бала сол ауданның ауыл шаруашылығының бастығы. Қыз сол ауылдың ауылдық кеңесінің төрайымы. Саид Ишан құдамның өмірден өткеніне 2 жыл болды. Өзі барда 2 баланы атып аудартып, ескі үйімді құда балдарыма қайта салғызып, құдағай, қалғанын Алла жеткереді. Мен Алланың құзырына бетімді түзедім. Осы баланың барлығы сіздің балаңыз деп аманаттап кетті. Міне келіншек, шабдалының әңгімесі демесі бар ма? Қыздың қалың малы қайтты ма десем, қалың мал бер жағында қалды. Жылына 4-5 айда 2 миллиондай ақша
тек жеміс-жидектен түсіп отыр деп еңкейіп құлағыма сыбырлап қояды. Ердің назын жер көтереді деген диқаншылықтың астарында дадалық пен адал еңбек тұрады екен. Соған көзім жетті, деді әлгі әйел. Алмасжанның анасы болсаңыз, ол халықтың баласы деп беріп жіберген сол апаңның сәлемдемесі, деп апам да әңгімесін аяқтады. Шабдалдан қауындай тіліктеп алып ауыз тидік. Шынында дәмі тіл үйіреді екен.